Жалпы қияметтің белгілері өз алдына бөлінеді. Қияметтің үлкен белгілері, қияметтің кіші белгілері деп бөлінеді. Одан кейін сол белгілер және бөлінеді. Болып кеткендері, болатындары, болып және жалғаса беретіндер. Ондай белгілер де болады. Сондықтан осы бұл жерде үлкен белгілерін айтып өткен. Сонымен қатар бұның қатарында кіші белгілер де бар. Қияметке байланысты болып өтетін. Оның көбісін бізде қазіргі уақытта көріп те жатырмыз. Шынында бұл ақиқи болатын нәрсенің, қияметтің күннің бір жақындағанының белгісін көрсетіп кетеді екен. Сондықтан сол қияметтің осы үлкен белгілерін айтардың алдында кіші белгілерін бір кішігірім айтып өтсек болады екен. Кіші белгілердің ішіне биасатун наби дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның келуі бұл қияметтің белгілеріне кіреді бір екен. Кейбір ғалымдар кіші белгілердің қатарына қосқан. Өйткені шынымен де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар. Мен және қияметтің күні қатар келгенбіз деген хадисі бар. Мен және қияметтің күні қатар келгенбіз деп келеді. Және де Құран аяты бар. Уама Мухаммадун ма кана Мухаммад аба ахми риджаликум валакин расулун хатамун набиин. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам ешкімнің әкесі болған жоқ, бірақ ол пайғамбарлардың соңы, елшілердің соңы деп келетін аят бар. Яғни бұдан кейін пайғамбар келмейді. Ол деген сөз, яғни ақыр заманның келгендігін білдіреді екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соңғы пайғамбар, бұдан кейін пайғамбар келмеуінің өзі ақыр заманның келгендігін білдіреді. Оның үстіне пайғамбар өзінің хадисін айтып кеттік. Мен және қиямет екеуміз қатар келгенбіз деп келеді. Одан кейін пайғамбарымыз қайтыс болуының өзі сол қияметтің жақындағанын көрсетеді. Одан кейін пайғамбарымыздың жеткен кейбір хадистер бойынша Байтул Мақдис деп жаңағы Құдыс мешіт жаңағы сол мұсылмандардың қолына өтеді деген хадис болған. Ол Хазірет Омардың тұсында өткен еді. Одан кейін бір сондай оба ауруы тарайды деген, оны да болып өтті дейді көп ғалымдар. Сондай бір ауру келеді, сендер жаңағы бір қойға келетін ауру бар, сол қырылатын, сол сияқты бәрін қырыласыңдар дейді. Сол ол да Хазірет Омардың тұсында болған дейді бұл оба ауруы. Одан 25 мың мұсылман кісінің өзі өлген. Мұсылмандардың өзінен 25 мың мұсылман өліп кеткен. Ойлаңыз, әжептәуір сан болып келеді екен. Одан кейін бір уақыттарда мұсылмандардың қолында мал мүліктің көбеюі, жағдайлардың жақсаруы ол да болып өтті дейді. Және де болатыны бар дейді. Ол Иса алейхисаламның кезінде бұл нәрсенің мал мүліктің көбеюі. Өйткені кезінде білеміз, Хазірет Омардың кезінде көптеген жаңағы мұсылмандардың қол астына көптеген мемлекеттің кірулерінің арқасында, жаңағы мұсылмандар көптеген билік жүргізудің арқасында көптеген мемлекеттер мұсылманға еліне кіріп, мұсылмандарға бағынып, мұсылмандардың жағдайы жақсарған болатын. Тіпті сол кездерде шынымен де садақа беретін адамды табуда қиындыққа соққан кезеңдерде болған болып келетін. Одан кейін фитналардың шығуына байланысты пайғамбарымыз хадистер бар етін көптеген фитналар айтып кеткен. Олар да болып өтті және болып та жатыр. Ол нәрселер, ол фитналар. Сол фитналардың біз білеміз, әуелгі сол Осман алейхисаламның өлтіруінен бастап, кейін сол хавариждердің шығуы, тағы басқа. Одан кейін муддаин нубуа дейді, пайғамбарлықты дейді, пайғамбарлықты дағуа қылушылар, пайғамбарлықты дәмеленушілердің шығуы, олардың саны қариба міне сәләсин деп келеді, 30-ға жуық деп келеді. 30-ға жуық адам мен пайғамбарым деп шығады, соның ішінде бір үшеуі әйел кісілерден болады деп келеді. Соны біз білеміз, Мусайлима Каззаб, Асвад ал-Анси деген сияқты көптеген болған. Одан кейін де осы біздің заманымызда да мен пайғамбарымыздан шыққан кісі болды. Кім еді? Ахмад Кадияни, мен пайғамбарым деп шықты. Сондықтан пайғамбарымыз хадисі бар, мен соңғы пайғамбар, менен кейін пайғамбарлар жоқ деген хадисі бар. Сондай пайғамбарлықты дағуа етушілердің шығатын. Одан кейін Хижаз жерінен, Хижаз деген соны Мединаны қамтып жатқан бір үлкен территория, сол жерден үлкен от шығады деген хадисі болған. Пайғамбарымыздың бір кіші белгілерінің қатарына кіреді. Бұл имам Науаидің тұсында көрінген еді. Ол жаңағы оттан Шам жақтағы түйелердің мойны жарқырайды деп келген еді. Сонда имам Науаи айтатын еді, сол кезде үлкен бір от шықты. Сол оттың жанғаны соншалықты бізге Шам жақтан келген кісілер түнде сол оттың әсері түйеміздің мойнынан көрінетін еді деп айтып келетін екен. Тура хадистегідей болған ол нәрселер болып өткен дейді. Одан кейін мұсылмандардың ажамдармен, түріктермен болатын соғысы бұл да болып өткен. Одан кейін аманаттың зая болуы, аманатқа қиянат жасау басталуы бұл да болды, болып та жатыр әлі күнге дейін. Кей кезде Аллах Тағала өзі кешірсін, өзіміз мұсылман бола тұрып кей кезде аманатқа деген кішкене нәрселеріміз төмендеп қалып жатыр. Бұрын кезде аманатқа қатты қорқатын болған.
Сонда бір селефтердің кезінде болған оқиғалар бар. Бір кісіге мен қазір келем күте тұр деген кезде, оны 3 күн бойы күтіп тұра берген да. Кейін ұмытып келіп, кешіресіз мен ұмытып кеттім дегенде, сіз әлі тұрсыз ба деп сұраған екен дейді. Сол кезде сөзге тұру, аманат деген нәрселерге кісінің пайғамбарымыздың өзі сондай әмин. Ең аманатты мықты сақтаған кісі еді, біздің пайғамбарымыз соны үлгі қылып көрсетіп кеткен. Бұл аманат мұсылмандықтың бір белгісі болып табылады екен. Мұнафиқтың бір белгісі аманатқа қиянат қылу деген нәрсе болады екен. Аманат дегеніміз ол мал мүліктен болсын, ол алған ілімнен болсын, ол айтқан сөзден болсын, ол жеткізетін сөзіміз болсын, ол ісіміз болсын, оның бәрінде аманат деген нәрселер бар екен. Ол нәрсе болды және болып та жатыр. Аллах Тағала баршамызды кешірсін. Одан кейін қабдул илм дейді, және кіші белгілерінен ол ілімнің азаюы. Шынымен де сондай уақыттар келді. Біздер қанша уақыттарымыз өтіп жатыр. Мысалға бұрынғы кездерде 10 жасында Құранды жаттап алып қоятын еді. Қазір 100-ге келіп те Құран жаттай алмай жататын кездер бар. Ешқандай уақыт болмайтын сияқты болып тұрады. Әйтеуір бүкіл тіршілік бәрі сол бізге қарап тұрғандай болып қалады. Ешқандай бір уақытымыз бөлінбейді. Хадис жаттауда да, Құран жаттауда да ол жайында белгісіз. Шынымен де бір сұрақтар болып қалады. Кей кезде біле алмай бір-бірімізге звондап кетеміз. Ақырында жауабы табылмай да жатады. Оның бәрі ілімнің азайғандығынан. Көптеген мұсылмандар дінді ұстайды, кейін намаз оқиды. Бір жылдан кейін көрсең сол намазда бір фатиха мен 10 сүресін оқып жүреді. 2 жылдан кейін көрсең әлі бір фатиха 10 сүресін оқып жүреді. Бір күні біреу 10 жыл намаз оққан болып шығуы мүмкін. Құнып тұрасың сұрасаң айтып бере алмауы мүмкін. Сонда бір ілімнің де кетіп қалуы болады. Ал бұрынғы кезде ілімге сондай құлшылық ететін еді. Ілім үшін соншалықты барынша ынтасын, жаңағы әрекетін жасайтын болған. Bir хадисті білу үшін бір айлық жолға да шығып кете берген кездер бар. Қазір біз ілім үшін 3 күндік жолға да шығуға кей кезде уақытымызды қимаймыз. Сол бала шағамыздан алыстығымызда келмейтін әрекетте болып жатады екен. Одан кейін кәсрату шурат ва амана зулумат дейді. Мынау біздің тіл айтқанда полицейскийлердің көбеюі. Біздің заманымызға түсіп келіп тұр. Қазір қаптаған хадис бойынша сондай бір кісілер шығады дейді. Олардың қолында жаңағы бұқаның сиырдың құйрығына ұқсаған қашылар болады дейді. Сонымен дейді адамдарды сабап азаптайтын болады. Олар азанда да Аллахтың қарғысына бөленіп таң атырады дейді. Кешке Аллахтың қарғысымен кеш батыратын адамдар болып келеді дейді. Олардың сол жаңағы жамандыққа жәрдем етушілер болады дейді. Олар мұсылмандарға көп жаңағы зиян берушілерден болады дейді. Сол қолында қамшылаған жаңағы полицейскийлер, оны кәшімінде қазір көріп жатырмыз. Әйтеуір мұсылманға келіп шүйіліп жатады. Кейбір хадистер бойынша сондай адамдардың жәрдемшілерінен, сырластарынан болып қалудан сақтаныңдар деген хадистерде келіп жеткен. Одан кейін зинақорлықтың тарап кетуі, интишару зина дейді. Ол да бір белгілерден басталған да, басталып кетті, жалғасып та келе жатыр. Кәшімен қарап тұрса, Алла сақтасын, Алла сақтасын дейсің. Қазір зинақорлықтың өскен дәрежесі, зинақорлық үшін қаншалықты уәлә тақрабу зина деп Құран аятында келген еді. Зинақорлықты істемей тұрмай жақындамаңдар деген аяттар бар еді. Қазір зинақорлықтан қашам деген адамның өзі қазір қашып құтылу үшін көз зинасынан қашып құтыла алмай жатыр. Қазір келе жатып алдыңнан көзіңді шетке бұрсаң, шетінде де жаңағы кіндігі ашылып кетіп бара жатыр, мына жаққа қарасаң саны ашылып кетіп бара жатыр, мына жаққа қарасаң кеудесі ашылып кетіп, былай қарасаң бөксесі ашылып кетіп бара жатыр. Қарайтын жер жоқ. Төменге қарасаң реклама тұр. Ешқандай бір сау жер қалмаған да. Зинақорлықтың сондай дәрежеге жетті, ол бір қарапайым нәрсе сияқты. Адалдық деген кейбір мемлекеттер, дамыдық деген Европадағы кейбір өркен ниетке жеттік деген мемлекеттер үшін семьядағы адалдық деген ол қазір бір анекдотқа айнала бастады. Тіпті сондай анекдот шығарды, бір бастықтың әйелі өзінің күйеуіне шындығын айтып, қанша көңілдесі болғанын айтып беріпті дейді. Сөйтсе айтады, мәссаған, оның бәрін жазып жүрген шығар, айтса қалай есіне сақтайды деген екен дейді. Сондай дәрежеге жетіп жатыр қазір. Қарапайым нәрсе сияқты. Оған жол беріп, бүкіл нәрсеге іс-әрекеттер, қазір телевизорды қойсаң болды, бүкіл сол нәрсеге үйретіп жатыр. Мектептегі балалар әлі балағат жасына жетпей жатып, кішкентай ұл бала болсын, қыз бала болсын, оның не нәрсе екенін біледі де қазір. Ол нәрселердің не екенін біледі. Сонда шынымен де қазір кезде қатты бір сол зинақорлықтың өршіп кеткен кезде, жаз уақытында көрсең әрбір бұтаның арасында болып жатыр, әрбір үйдің ішінде болып жатыр, әрбір қуыста болып жатыр, әрбір подъезде болып жатыр. Бүкіл нәрседе осы нәрсе қаптап кетті. Сол зинақорлықтың шынымен де осы нәрселерін біз кездестіріп жатырмыз. Одан кейін интишар риба дейді, проценттің көбейіп кетуі. Оған енді әңгіме айтпай ақ қойса болады. Бұған жолықпаған, бұған соқтықыспаған, бұған қиындыққа бұны көрмеген, бұның жан-жағынан қаптап жатқан көрмей жатқан мұсылман жоқ. Проценттің көбейіп кетуі. Бұл нағыз зұлымдық негізі. Қанша адамдар бар, қанша болса ипотеканы аламыз деп, соң қарыздан қарызға батып, құл болып кетіп жатыр ақша үшін. Құл жеріп жатыр. Сол ипотека деген үйдің бағалары көтеріліп кетіп жатыр. Процент деген нәрсе жоқ.
Одан кейін сол құтыла алмайды. Одан кейін жүреді соның құтылу үшін әрбір не үшін. Сол әйтеуір өзіне оңай сияқты көрінеді, бірақ ол әлбетте ешкім айтып жатқан ақшасы жоқ, тегін беріп қоймайды. Сол ақшаның ішінен ақша тудыру бұл проценттер есептелінеді. Оны жайында әңгіме айтпай қойса болады. Оны күнделікті көріп жатырмыз. Одан кейін зухурул маазиф дейді, музыкалық аспаптардың көбеюі. Бұны да әңгіме қылмай қойсақ та болады. Қазір бұдан құлақты тыныш алып кететін жер жоқ. Қазір музыкадан құлақты тыныш алып кететін жеріміз жоқ. Радионы қойып қалыңыз, таксиге мініп қалыңыз, үйде отырыңыз, үйіңізде тегі телевизор қоймай-ақ қойыңыз, магнитофон қоймай-ақ қойыңыз, радио қоймай-ақ қойыңыз, бірақ көршіңіздің дауысы астынан үстінен ұрған кезде қабырғаңыз дірілдеп жатады. Қабырға дірілдеп жатады. Сонда дәрежеге жетті. Одан кейін шурбул хамр, арақтың ішуі. Мүмкін біздерде кішкене ойбай арақсыз тойып өтіп жатыр, кішкене азайып жатыр деп ойлайтын шығармыз. Бірақ шынымен салыстырмалы түрде қарасақ, Европа елдерінде арақ деген бір қарапайым судан көп ішілетін нәрсе болып кеткен. Азанда тұрған кезде, ұйқысын ашқан кезде соны бір ұлтта жүреді. Сонымен кеш батырады. Масқара сияқты нәрсе. Масқара бір базар болатын сияқты. Сол тойдың үстіне, сол дастарханға құстың сүтін әкеп берсеңіз де риза болмай кетуі мүмкін да қонақтар. Құстың сүтін әкеп беріп қойсаң да қонақтар риза болып кетпеуі мүмкін. Өйткені оған жаңағы кейбір кемпір шалдардың айтуы бойынша шайтанның сілігі деп кетіпті. Сол арақты әкеп қоймайынша. Құранда бұны нәжіс дейді. Оның үстіне сен ең сондай тәтті тағамды әкеп қой, келген тойға келген қонақ риза болмайды, оғының дастархан үстіне сол нәжісті қоймайынша. Одан кейінгісі зухруфатул масаджид дейді, мешіттердің безендірілуі. Негізі бұл да қияметтің белгілерінен болған хадис бар. Хазірет Омар тұсында мешітті қызылмен, сарымен бояудың өзіне тыйым салады екен. Елдер құлшылық ғибадатынан алаңдап қалады деп. Өйткені мешіттің ішіне кіріп келген адам құлшылық ниетіменен, құлшылық сондай бір талпынысымен кіру керек екен. Оның ішіндегі атмосфера, оның құлшылық етуіне одан сайын көмек ететіндей болу керек екен. Оның ішіне кіріп келген кезде музей аралағандай болып кетпеу керек екен. Қазір мешіттердің шынымен де мүмкін бір жағынан қалай болар екен деп ойлайсың, сондай көркем дәрежеге жетті. Оның ішіне намаз оқуға келмесе де кәпірлер сыртынан қасына түсіп суретке түсіп кету үшін келіп кетіп жатқандар да бар. Оны көріп жатамыз. Ал негізі ол жердегі басты мақсат ол мешітті құрбан адамдарға әлбетте әсемдесін әсемдемес, сол мешіт соқса, оның ішіне адамдар келіп намаз оқыса, оған сауап болатыны, оған ешкімнің дауы жоқ. Бірақ сол мешіттердің әсемделуі, адамдардың кейбір мұсылмандардың басқаша нәрсеге құлшылық ғибадатындағы кішкене құлшыныстарын, ықыластарын төмендеп түсіріп қоюына әкеп соқтырып жатқанын біз көреміз. Сондықтан бір жерде бір оқиға болған екен. Бір кісі, бірақ сол арақпен байыған кісі екен, бір ауылға кеп, қаланың ішіндегі бір қаланың бір район дейміз ба, соған келіп мешіт жоқ жер екен. Ол жердегі біраз мұсылман кісілер бар көрінеді, шалдары бар, кемпірлер бар, жастар бар. Бір көрші микрорайонға барып намаз оқиды екен. Сонда бір кісіге айтты, жаңа жерде мына жерде бос жер бар екен, мен сендерге осы жерден мешіт соғып берем, сендер алысқа сандалмаулар үшін деп жаңа бір кісі елдің бәрін жинап айтқан екен дейді. Бірақ өзі намаз оқымайды, арақ ішеді, арақ сатумен айналысады екен. Сонда елдің бәріне айтып, мына осында мешіт соғып берем, сандалмайсың, осы жерден намаз оқитын болыңдар, ешкімнен бір тиын керек жоқ, өз күшімен соғам, сол үшін сендер жинап жатырмын, соған бата қылыңдар, тілек айтыңдар депті. Сөйтсе бір арасынан бір кісі шығып тұрып айтады дейді. Ей, сен бізге мешіт соқпай ақ қойшы деді. Сен өзің намаз оқышы деді. Бізге қазір тастан гөрі адам қымбат болып тұр деген екен депті. Мешіттің тасынан гөрі адам қымбат болып тұр, бір мұсылман қымбат болып тұр деген екен. Сондықтан шынымен де мешіт керек, мұсылман бар болса, бірақ мұсылман болмаса мешіт құр музей болып қалады екен. Ол нәрселерге де қазір көріп жатырмыз. Одан кейін ат-тававулу фил буньян дейді, ұзын үйлерді соғуда жарысу дейді. Және осы жерде бір нәрсе айтып кетейік. Қияметтің белгілері ішінде және бөлінеді, жаман белгілер, жақсы белгілер деп бөлінеді. Кейбір белгілер бар, қияметтің жақындағанын көрсетеді, бірақ жаман белгі екенін көрсетпейді. Мысалға, семіз адамдардың көбеюіменен ұзын үйлерін солу деген нәрсе, біз семіз адамды көрсек, ол дозаққа түседі деген ой туып қалып жүрмесін. Қарын шығарып семіру дегеннен қорқатынын деп келеді ғой, соның бәрі көбімізде бұл дозаққа түсетін адамды ойлап қалып жүрмейік. Егер ол намазын оқып, тақуалық істеп жүрген болса, онда Құдайдың сүйікті құлы. Бірақ бұл ақыр заманда бір сол тоқшылықтан ба, қай уайымды ақыретті көп ойламағаннан ба, жаңадан мүмкін сол бір денсаулықтың нашарлауынан ба, тамақтың бойға дұрысымен болмаса физикалық жұмыстың азаюынан ба, сол жаңағы нәрселердің пайда болуы мүмкін. Одан кейін ұзын үйлерді соғу деген бұл жаман нәрселер емес,
бұл керекті нәрсе қоғам үшін, бұл жер экономикасы бойынша, басқа бойынша да құрылыс үшін керек нәрсе. Бірақтан бұл ақыр заманның жақындағанын көрсететін болып келеді екен. Оны біз көріп жатырмыз. Шыныменде неғұрлым үйді біз ұзын соқсақ деген мақсаттар қазір көп. Одан кейін жаңа күннің өзіне қожайынын туып алуы деген хадис бар. Бұл жайында бірнеше ғалымдар түсіндірме береді. Оның тура мағынасын бір Алла өзі біледі. Бірақ сол түсіндірменің бір-екеуін айтып кетсек болады. Күн дегеніміз яғни күн әйелі, басын бостаған жоқ. Әйел кісіні күн дейді, ер кісіні құл дейді қазақтың несінде. Арабтарда сол ер кісіні әмдун деп келетін болса, әйел кісіні аматун деп келеді. Екіге бөлінеді. Сол күн әйел кісінің өзіне қожайын туып алуы. Оны бір түсіндіру бойынша айтқан екен дейді. Бір кісілер болады, жаңағы қолына күн түседі, сол күнге қожайына жыныстық қарым-қатынаспен жақындайды, одан бала туады, ол бала кімдікі болады? Қожайындікі болады. Сол қожайын, анау әйел күн күйінде қала береді, бала да ол әйелге қожайындық жасай бастайды, сөйтіп осы өзіне қожайын туып алуы деп сол деп келеді. Енді жаңа бір түсіндіріп айтады, ақыр заман қарай сондай балалар болады дейді. Бұрынғы кезде фала тақул лахума уффин деуші еді ғой Құран аятында. Әке шешеңе уф деген сөзіңді айтпа деп келеді. Қолдан келсе жақсылық істе дейді. Ал ақыр заманға қарай уф деген былай тұрсын, әке шешені құл қылып жұмсап қоятын балалардың пайда болатыны, өздері қожайын сайын жатады. Әке шешелері олар үшін аздан кешкен тырбандап жұмыс істейді. Соларға үстінде бар жұмыс әрекеттері, бүкіл түскен әжімдері, бүкіл тозған табандары, соның бәрі балам киінсе екен, балам жесе деп келеді екен. Бірақ сол баласы киіп ішіп жейді де, ертең әке шешесін ешқандай жақсы істемей кетіп қала береді екен. Сол бір қожайындық сияқты өз шешесін, әке шешесін күнге құлға айналдырып жіберетіндер шығу деп келеді. Егер ондай болатын болса, оны біз қазір көріп жатқанымыз рас, Аллах сақтасын. Одан кейін өлімнің көбеюі дейді. Өлімнің көбеюінде бір хадис бойынша келеді, пайғамбарымыз сондай өлімдер болады дейді. Сахабалар біздің кезімізде болады ғой өлім дейді. Кәпірлермен соғысамыз, өлтіреміз деп келеді, соны айтады. Жоқ дейді, ол сондай бір өлімдер болады дейді. Өлген адам не үшін өлгенін білмейді, өлтірген адам не үшін өлтіргенін білмейтін өлімдер болады дейді. Сондай бір өлімдер болады дейді. Шынымен оны қазір біз көріп жатырмыз. Доспыз деп жүреді, бір арақтан кейін ақ бірін ұрып өлтіріп қояды. Білмейді екен не үшін өлтірген. Одан кейін тақару замандардың, уақыттардың жақындап кетуі. Ол да болып жатқан нәрсе, шынымен уақыттың бір берекеттің кетуі. Шынымен қарап отыратын болсақ, кешегі өткен ғалымдар, селефтен өткен, сол кезде бір мынандай свет жоқ еді, ол кезде бір көлік жоқ еді, ол кезде телеграф деген жоқ еді, сотовый деген жоқ еді, бір сұрақ туса барып звондап сұрай салатындай. Ешбір ондай нәрсе бір жағдайлар жоқ еді. Барған жерде бір гостиница жоқ еді, барып жатып алып оқи беретіндей. Сол даланы қыдырып жүріп, далада түнеп жүр сол ғалымдар, қолдарында мынандай бір шарик ручка нәрсе жоқ еді, кез келген жер сата беретін. Парақ дегеніміз ондай қаптап жатқан жоқ еді. Бір парақтың өзі сондай қымбат болатын, парақтың ішіне сыймаса шетіне жаза бастайтын, кітаптың мұқабасына жаза бастайтын, әйтеуір қолдан не тапса соны қатты құрметтеп жазып жүрген кездер болатын. Сөйтіп жүрген ғалымдар парақты жолға тапса да, қолдарында сия сауыт ұстайтын болса да, жаңағы шишаның ішіне сия құяды да қаламды батырып жазады. Сөйтіп жүрсе де күннің жарығымен ілім іздеп, айдың жарығымен кітап жазып кетті сол ғалымдар, том-том кітаптар. Біз қазір күндіз түні светіміз, күндізімізде күндіз, түнімізде күндіз болып тұрған кезімізде сол кітаптарды әлі оқып тауыса алмай жатырмыз. Береке қалмаған. Біз басқа кітаптар емес, том-том кей кезде сол ұстасақ қолымызға оп-оңай көтеріп жүретін Құранды жаттауға да кей кезде уақыт таба алмай жатамыз. Өйткені уақыттың ішімен де берекеті кетіп қалған сияқты. Аллах тағала баршамызды әйтеуір ізгілікке бағыттасын. Тақарубул асуақ, одан кейін кіші белгілердің қатарына және бір кіретін белгілер дейді, базарлардың бір-біріне жақындап кетуі. Соның ішінде сауданың көбеюі дейді. Базардың жақындап кетуін екі түрлі түсіндіреді, бірақ екеуі де қазір бар. Біреусі жақындап кету дейді, қазір кездегі техникалық жетістіктердің арқасында бір-бірінің хабарын біліп отырады саудагерлер. Германияда баға қанша болып отыр, Россияда қанша болып отыр, компьютерге кіріп бәрін білсең болады. Сұрап. Бір күннің ішінде қай жерде қандай баға болып жатыр, не қылып жатыр, соны біліп келеді. Екінші шынымен де базар көбейіп кетеді. Қазір бұрынғы кезде естеріңізде бар шығар, бір уақыттарда бір универмаг дейтін бір ауданда бір магазин болатын екен. Бір-екі дүкен болады. Нанға бару үшін сояға сандалып бар, сандалып келу керек болады. Қазір үйіне шыға берсең 3 үй сайын магазин болды. 3 үй сайын жаңағы базар болып кетті. Шымен ол пайғамбардың айтқан нәрсесі, пайғамбарымыз сол нәрсені ол кезде білген жоқ, көрген жоқ, соны көзбен көргендей болады. Сол пайғамбардың айтқан нәрсесі сөзбе-сөз, көзбе-көз, қазір кезде біз оны куәгер болып жатырмыз. Ал бұл деген нәрсе ақыр заманның жақындағанын белгілендіреді екен. Одан кейін ширктің қайттан ширк күнәсінің белең алуы. Қазір шымен оны баршамызға түсінікті. Бар мұсылманның шынайы әрбір мұсылманның осы ширк күнәсімен қайтсем күресем деп отыр.
Біреу намаз оқиды, әруаққа сыйынып жүр, біреу намаз оқиды, тәуіпке сыйынып жүр, біреу намаз оқиды, отқа сыйынып жүр, біреу анаған сыйынып жүр, біреу мынаған сыйынып жүр. Бекер ісінің бәрі бекер кетіп, осы ширк күнәсі тарап кеткен. Шынымен ол нәрсені біз қазір көріп жатырмыз. Одан кейін туысқандардан безу менен нашар көршілердің пайда болуы, онда көріп жатырмыз, қазір көршіге де сенбейтін заман болып жатыр. Одан кейін сараңдықтың берең алуы, одан кейін жаңағы зілзалалардың, неше түрлі апаттардың көбейіп кетуі. Қазір әркім үйінде телевизор бар, күніге әйтеуір әр хабар сайын күніге бір жерде бірдеңе болды деген нәрсені естімей қалу мүмкін емес болып қалды. Бір жерде ойбай не дейсің? Сол жаңағы жер сілкініпті, бір жерде су тасып кетті, бір жерде өрт болып жатыр, бірдеңе анау болып жатыр, мынау болып жатыр, әйтеуір күніге адамның қырғыны. Одан кейін зихабу солихин, салихалы ізгі Құдай деген адамдардың кетіп азаюы қоғамда. Ал олардың азаюы қоғамның бұзылуына себепкер болып келеді. Шынымен салихалы адам қанша дегенде қоғамда болса, ол қанша дегенде түзеуге себепкер болып тұрады екен. Одан кейін ат-тахияту лил-ма'рифа дейді. Бұны біз өткенбіз бір сабағымызда. Сәлем тек танитын адамға ғана берілуі. Жалпы бұл мұсылмандар арасындағы нәрсе болып жатыр. Егер мұсылман адам болмаса, таныса да танымаса да біріне сәлем беру керек. Мүмкін біздің қазір сүріп жатқан қоғамда ол қиын шығар. Өйткені көп адамдар мұсылманшылықты білмейді. Мұсылманшылықта емес, дін исламнан ұстанушы емес. Сондықтан олар ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху деген Аллахтың осындай мұсылмандар өткен ізгі дұғасына лайықты емес адамдар көбісі. Айтсаң да оған лайықты емес, қайта өзің күнәһар боласың. Аллах Тағаланың саған тыныштығы, берекеті, рахметті жаусын деп кәпір адамға айта алмайсың. Дінмен жүрген адамға айта алмайсың. Құдайды керек етпеген, намазыңды 5 тиында көрмеген, оразаңыз маған алыс жүрсін деген адамдарға бұл сөзді айту шынымен де дұрыс емес болып есептеледі. Ал бірақ мұсылман адамға бұны айту керек. Бірақ ақыр заманда дейді, сәлем беру тек қана танитын адамдардың арасында болып қалады дейді. Мұсылман адамдарға бір мешітке кіріп шығып, бірақ сәлем бермей кетіп қалуы мүмкін. Біздің жақта бұл нәрсе көп. Мешітке келген адамдардың көпшілігі мұсылман есептеледі. Өйткені Алла бірде айтады, мешітке сәждеге басын қойған екен мұсылмандыққа. Сол Аллахтың дініне, шариғатқа, пайғамбар жеткен сүннетінен қалай үйренісіп жүрген адамдар. Сондықтан мешітке барған кезде сәлем беруге болар еді. Бірақ ол кезде сәлем тек танитындарға болып қалады дейді. Тіпті бұл нәрселердің өзін мысалға сырт жаққа барған кезде әлі де болса мұсылмандар біріне сәлем беретін кейбір елдер бар. Мысалы Мекке, Медина сияқты. Ол жақта танысып танымаса әлі күнге сәлем беретін мұсылмандар көп. Аллаға шүкір. Ол жақтан сырттан барған көп мұсылмандар басында түсінбей қалады. Кетіп бара жатса алдынан біреу танымайтын біреу негр келеді, ассаламу алейкум деп кетеді. Сосын кешке дейін басын қасып жүреді. Бұл мені таниды ма, қай жақтан жүрген? Сәлем тек қана танитын адамға берілу керек деген нәрселер қалып кеткен болып келеді екен. Сондықтан сәлем тек қана танитын адамға берілетін бола бастаған кезде бұл да ақыр заманның белгісінің бірі болып табылады екен. Одан кейін киінген жалаңаштардың шығуы Алла сақтасын. Бұны айта берсең жаның түршіге береді енді. Айта берудің де қажет жоқ сияқты. Осындай нәрселер көбейіп жатыр. Бірақ бір өкінетін нәрсе сол киінген касиятын ариятын дейді, осы хадис келген кезде оларға тозаққа түсу жайында, оларға азап болатын жайында хадистер бар. Сонда қазір қарап тұрсақ, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның әйел кісілерді дозақтан көп көрем деген рас деп ойлайсың да. Қазір әуретін жасырған әйелді табу қиын. Әуретін жасырған әйелді табу қиын. Әуретін жасырған әйелді көрсе басқа әйелдер жынды шығар деп ойлайтын дәрежеге жетті қазір. Біреу орамал тақса, не басың шашың түсіп қалған ба деп сұрайды. Біреу үстіне сондай бір бөксесін көрсетпейтін, фигурасын көрсетпейтін киімді кең жамылып киініп алса, өкінеді да яқын басқа әйелдер қуанға. Ай әттең мына әйелдің фигурасы қандай күшті, өзінің сұлу екенін білмей жүр ғой. Мына фигурасын көрсетсе талай еркек шалқасынан қайнап жатыр. Сөйтіп сонда өзінің денесін басқа біреу күйеуінен басқа нәрсеге көрсету аңсаған әйелді Алла сақтасын не болады? Бір кісі айтқан сияқты. Үйге келсем, бір кісімен біреудің үйіне бардық дейді. Есік қақ дейді, әйелі кімсің деп сұрады дейді. Мен ғой деп айтты дейді күйеуі. Есікті ашып қалды дейді, әйелі ұйықтан тұрып, шашы алба жұлба екен дейді. Бірақ әйелі қасына кісі қонақты көріп қашып кетті дейді. Содан әлі айтады дейді, мә қандай өкінішті, мен түрін жаман кезінде көріп қалды ала. Сұлу кезде көргенде жақсы болатын деп айтады дейді. Қайтсем біреуге сұлу боламын, қайтсем біреуге жағынамын, қайтсем өзім денемді көрсетемін деп жүр. Сонымен өздерінің құны, өзі өзбекте мақал бар, асал көп жесең кәсәл дейді, балды да көп жесең не болады дейді, ауру болады дейді. Әйел кісілердің құнының төмендеп кетуі олардың осы шешіне бастауындарынан да. Киінген жалаңаштан көбеюі олардың құндарын мүлдем төмендетіп жіберген. Сондықтан көптеген әйелдер өздерінің бақытсыздықтарына өздері себепкер болып жатқан әйелдер. Сонда шынымен де қазір кезде бұл нәрсе әбден көбейді. Соны бір керемет қылып көрсетіп жатыр. Қазір базарға барсаң, әйелдің әуретін жабатын жай бір киімді тауып көру деген ол ең қиын нәрсе. Бір жапырақ мата,
бағасы аспанмен аспанға шырқап тұрады. Одан кейін дейді, қияметтің кіші белгілерінің және біреусі мұсылмандардың көрген түстері рас бола бастайды дейді. Кім шын мұсылман болса, түс көрген түстері рас бола бастайды екен, орындала бастайды. Нақты түсінде көрген нәрседей бола бастайды. Мүмкін көптеген мұсылман бауырларымыз бұнда байқайтын шығар. Одан кейін шахадат зұр, өтірік куәлік беру деген болады. Өтірік куәлік беру деген қазіргі кезде көбейіп кеткен. Шынымен Аллах сақтасын. Бір кісілер айтады, пойызда келе жатсақ, үйде отыр еді дейді, үйіміздің есік алдынан жер үй болатын тротуар өтетін дейді. Тротуар өтетін еді дейді. Сонымен інім дейді, есік алдында скамейка бар, сода отырған еді дейді. Отырса, бір екі жігіт өтіп баратыр екен, ініме кеп тиіскен екен дейді. Інім сөйлесе, оның бір тісі бар еді дейді, сол қымбат металдан салынған, ойына тісің жақсы екен ғой, сенікі ма, менікі, сенікі ме, сен менікі деп айтты дейді екі жігіт. Әйтеуір тиісу керек қой. Темекі сұраған сияқты. Сонымен інім жас мектепті жаңадан бітірген еді дейді. Ана екі жігіт жастары ұлғайған жігіт екен дейді, ініме тиісіп қойыпты, інімесін ұра бастапты дейді інімді. Інім сосын жаңа қорқып, әке, жаңа папа деп шақырды дейді. Жүгіріп шықса, баласын екі жігіт ұрып жатыр екен дейді. Сонымен жүгіріп барып араласа, бұл әкесін де жабылып ұрыпты. Жаңағы екі жігіт спортсмен жігіт екен. Сонымен дейді, біз жүгіріп шықтық дейді, жаңа әкесі, мен жүгіріп шықтым, қарындасым жүгіріп шықты, шешем жүгіріп шықты дейді, бәріміз жабылып салады дейді екі жігіт дейді. Екеуі күштеген дейді. Менің шашымды тартып жүрген кезде төбе шашым түсіп қапты дейді. Қарындасым теуіп бір жаққа ұшып еді дейді. Сонымен қырғын болды дейді, сөйтіп жатқан кезде кейін милиция шақырды, ол жігіттерді ұстады. Сөйтіп осылай деп арыз жазып жібердік дейді. Сөйтіп милицияға осындай болды, інімізге тиіскен, одан кейін не қылды, мен төбе шашым жұлынды, әкемнің тісі сынды, шешем былай болды, қарындасым осылай болды, мынандай жарақаттар бар, інім мынандай жарақаттарды біз арыз жазып милицияға бергенбіз дейді. Сөйтіп кеткен дейді. Бір күні сол милиция қайтадан келіп тұр дейді. Сендерге арыз жазыпты дейді. Не болса жаңағы жігіт жазып жіберді. Біз тып-тыныш көшемен келе жатыр едік, тротуарменен. Балалар ішіп алған ба, үйлерінен жүгіріп шықса, бірінен соң бір жүгіріп шығып бас шап бізді ұра бастады. Сондықтан қорғану мақсатында оларды ұруға тура келді деп жазып жіберді. Өзіміз бәлеге қалдық дейді. Көп ондай нәрсе. Ондай нәрсе шынымен өте көп болып жатыр екен. Сондықтан өтірік куәлік беру деген. Одан кейін әйел кісілердің көбейіп кетуі дейді. Бұл да қазіргі кездегі проблемалардың бірі. Ер кісілерге салыстырмалы әйел кісілер көп. Әсіресе бұл мұсылманшылықты ұстамайтын елдерде бұл қатты проблема туып жатыр. Зинақорлықты тежеуге мүмкіндік бермейтін нәрсенің біреусі осы. Әйел кісілердің көбейіп кеткеннен кейін, ер кісілер аз болғаннан кейін, дінді білмегеннен кейін, ол кісілер өздері Құдайдың шариғатын білмегеннен кейін өздерін өзі ар ұятын да қорғамайды, басқасын да қорғамайды. Оларға әрбір нәрсе қажет болады. Сондықтан әйел кісілердің көбеюіне biz қазіргі кезде сол нәрсені көріп жатқан баршамыз көреді екенбіз. Одан кейін және де жаңа қиямет біз сабағымыз